Ол мұғалімдерден гөрі құмар ойындармен танымал. Өз карталарына сенімді пета құны 100 иен тұратын 10 кемені көтереді. Қорқыныш пен сенімділіктің араласуымен ол карталарын үстелге қойып, өзінің толық үйі бар екенін хабарлайды. Бірінші орында оның қарсыласы Мири шошып кетті. Содан кейін ол сенімді түрде үстелге лақтырып, жеңіске жеткенін жариялады. Пета 100 иенаны қайтара алмайтындықтан, ол енді оның барлық нұсқауларын орындай отырып, оның иті болады. Мектеп ережелеріне сәйкес, ол Мириге қарыз ақшасын қайтармайынша, оның иті болып қалуы керек. Осы уақытта Юмико Джабамей есімді жаңа қыз 122 жыл бұрын құрылған Хаяка жеке академиясының мектебіне қосылды. Ол саяси және қаржылық элитаның балаларын қызықтырады. Бір қарағанда, ол кез келген басқа беделді оқу орнына ұқсайды. Дегенмен, бұл мектепте құмар ойындарды ойнаудың бірегей дәстүрі бар. Бұл жерде академиялық бағалар мен спортпен айналысудың еш айырмашылығы жоқ. Мектеп иерархиялық құрылым бойынша жұмыс істейді. Мұнда студенттер кеңесі барлық құмар ойындарды бақылайды және студенттер оларға жарналарын төлейді. Бағынбағандарды үй жануарлары деп атайды. Мейлі олар ит болсын, мысық болсын. Егер олар маңызды ережелерді бұзса, немесе қызметтері үшін ақы төлемесе, олар үй жануарларына айналғаннан кейін жалғыз жол қарыздарын өтеу. Пета Мириді өтей алмайтындықтан, ол оған ит сияқты қарайды. Жеке академияда болып жатқан бейберекетсіздіктің ортасында жаңа студент Юмико сыныпқа кіріп, сыныппен танысады. Оның сұлулығына бәрі таң қалды. Бұл Миридің наразылығын тудырды. Сынып жетекшісі ретінде Ретаға Юмикоға академияны көрсету міндеті жүктелген. Мири Юмиконың барлығының назарын аударғанына ашуланып, оны құмар ойындарға шақырады. Мұны естіген Пета Юмико құмар ойындарының негіздерін білмеуі мүмкін деп қорқып, дүрбелеңге түседі. Өйткені ол жаңадан келген. Алайда, оны таң қалдырғаны, Юмико бұл сынақты қабылдайды. Олар өз сыныбы ойлап тапқан тас қағаз қайшы деп аталатын карта ойынын ойнайды. 30 оқушының әрқайсысы картаға тас, қайшы немесе қағаз салады. Құпиялықты сақтау үшін карталар қарсыластар көре алмайтын қорапқа салынады. Содан кейін әр ойыншы қораптан 3 картаны шығарып, бір-біріне қарсы ойнау үшін біреуін таңдайды. Егер тең ойын болса, олар қайтадан ойнайды. Егер 3 раундтың барлығы тең аяқталса, ойын тең аяқталады. Әр ойыншы әрқайсысы 10 иен тұратын 120 чиптен алады. Бұл 1,2 миллион иенді құрайды. Бір раунд басталып, Юмико 2 чипті қояды. Жақында олар карталарын ашады. Юмико таспен, Мири қайшымен, тас қайшыны ұрады. Сондықтан Юмико раундта жеңіске жетіп, 4 чип алады. Келесі раундта Юмико жарты миллион иенге 50 чип жинап, барлығын таңғалдырады. Мири бұл көтеруге дәл осындай тиындарды қуана қосады. Ойын басталады. Және бұл жолы Мири Юмиконың қайшысын таспен ұрып, 1 миллион иен алып банкты алып жеңеді. Үшінші раунд Юмиконың 2 чипті көтеріп, қағазымен оңай жеңуінен басталады. Келесі раундта ол тағы да 50 чипті көтеріп, жүзіне бір түрлі риза күлкі сыйлады. Карталар ойналды, ал Мири тағы да Юмико тасына қарсы қағаз парағымен жеңіске жетті. Бірінші күні Юмико жалпы сомасы 1 миллион иен жоғалтады. Мири Юмиконың чиптері таусылғанша ұта береді. Юмико бас тартудың орнына Мириден келесі ойынға чиптерді қарызға ала алатынын сұрайды. Мұны естіген Мири қуаныштан жарылып, ойында өзінің алдау стратегиясын ашады. 30-шы сыныптасының 21-і оның нұсқауларына сәйкес дауыс береді екен. Себебі олар оған қарыздарын өтеу үшін немесе қайырымдылық ретінде қарыз. Ол ізбасарларына қорапқа 11 тас пен 10 қайшы салуды бұйырады. Бұл қалған студенттер дауыс берсе, қағаз бөліктерінің аз болуын қамтамасыз етеді. Сондықтан Мири рок ойнап жатқанда, ол ұтыла алмайды. Ойынға қайта оралғанда, Юмико оған 10 миллион иен тұратын 1000 кемені қарызға беруді сұрағанда, Мири қатты қуанады. Оның сол ақшаны қайтара алатынын көрсету үшін. Юмико сөмкесінен абайсызда 10 миллион иенаны алып шығып, барлығын, соның ішінде Юмиконы жынды деп атайтын Мириді де таң қалдырды. Юмико құмар ойындардың негізінде ақылсыздық жатыр деп қарсылық білдіріп, бәстігу неғұрлым ақылсыз болса, соғұрлым жақсы болады деп сенеді. Мири қандай жағдай болмасын жеңетініне сенімді болып, ықыласпен келіседі. Дегенмен, Юмико сыныпқа жүгінгенде, оның қуанышы мазасыздыққа жол беріп, олардың барлығы Миридің жеңіске жетуіне байқаусызда көмектесіп жатқанын көрсетеді. Жиналғандардың барлығын таңғалдырды. Юмико олардың стратегиясын ашып, 500 иендік раундта Миридің 2 тасты, содан кейін 2 қағазды қалай ұстағанын және 2 рет бірдей картаны қатарынан ойнау арқылы жеңгенін егжей-тегжейлі айтып берді. Бұл Юмиконы алаяқтық жасады деген күдікке итермеледі. Ставкалар аз болған кезде Мири аралас комбинациялармен тыныш ойнады. Нәтижесінде ол тек 2 чип көтерілгенде 2 ретте ұтылды. Мири алдау фактісін жоққа шығарады. Бірақ Юмико оған бірдеңе дұрыс болмай қалса, өзінен басқа ешкімді кінәламауды қатаң ескертеді. 2 тас пен қайшыны алып, Мири жеңіске жету үшін тасты сенімді түрде ойнайды. Алайда Юмико оны қағаз ойнап таң қалдырады. Нәтижесінде Юмико 10 миллион иен ұтып алып,
Мериді үнсіз қалдырады. Егер Юмиконың Мериге қарызы бар, бұрынғы 1,2 миллион иен қарызын шегеретін болсақ, Мери енді Юмикоға 8,8 миллион иен қарыз. Оның өзінде жоқ екені анық. Юмиконың кішкентай мысық болу мүмкіндігі оны есеңгіретіп, ренжітеді. Матчтан кейін Риода дәліздегі Юмикоға жақындап, оның неге ол жерде қағаз ойнап жүргенін сұрайды. Юмико Меридің дауыстарды басқарғанын тез түсінгенін түсіндіреді. Оған бар болғаны Мери барлығына дауыс беруді бұйырған картаны анықтау керек болды. Ол Мериден ешқандай сигнал көрмеді, және басқа біреу студенттерге сигнал беріп жатыр деп күдіктенді. Ол жан-жағына қараса, барлық назардың Ретаға аударылғанын байқады. Оның не туралы сигнал беріп жатқанын түсіну үшін, ол өзінің ықшам айнасын пайдаланып, осы әрекеттің артында тұрған Ретаны ұстап алды. Осылайша ол Меридің қандай карталарды ойнайтынын және оны қалай жеңуге болатынын білді. Пета Юмикодан алаяқтыққа қатысқаны үшін кешірім сұрап, оның Мериге қарызы бар екенін түсіндірді. Мұны естіген Юмико оған Меридің қарызын өтеп, ит болудан бас тартуы үшін оған миллион иен береді. Пета Юмикоға жомарттығы үшін алғысын білдіреді. Бірақ қорапта тек 2-3 карточка бар екенін ескере отырып, соңғы раундта қағаз картасын қалай шығарып алғанына таңғалады. Ол Юмиконың осындай жоғары ставкалармен бәс тігуде тек сәттілікке сүйенетінін білгенде қатты таңғалды. Ол Юмиконың қарапайым қыз ғана емес, құмар ойындарға құмар екенін түсінді. Келесі күні Юмико Риодаға жақындайды. Ол есеңгіреп қалған сияқты. Ол оған фамилиясын айтқан кезде, Юмико олардың қазір дос екенін айтып, оны өзінің атын қолдануға шақырады. Пета оған студенттік кеңеске 1 миллион иен төлегенін, осылайша өзін ит мәртебесінен айырғанын хабарлайды. Ол Юмикоға қарызын тезірек қайтарамын деп уәде береді. Бірақ Юмико оны ақшаның сыйлық болғанын және оны қайтарғысы келмейтінін айтып таңқалдырады. Бұл арада Мери рейтинг жаңартылғанға дейін Юмиконың қарызын қалай қайтаруға болатыны туралы ойларға беріліп кетті. Егер ол мұны уақытында жасамаса, ол Юмиконың үй жануары болуға мәжбүр болады. Екінші жағынан, Пета Юмикоға мектеп ережелері әрқашан соншалықты қатал бола бермейтінін айтады. Мұның бәрі 2 жыл бұрын қазіргі президент мектеп кеңесін бақылауға алған кезде өзгерді. Бір курс студенті болғанына қарамастан, ол бұрынғы президенттікке құмар ойынға шақырып, жеңіске жетті. Ол қызметке кіріскеннен бері бірнеше реформалар жүргізді. Соның ішінде қайырымдылық рейтингі мен үй жануарларына күтім жасау жүйесі. Содан бері студенттік орта нашарлады. Бұл жаңалыққа ренжудің орнына Юмико академияның өмірін керемет қызықты және қызықты деп тапқанына қатты қуанды. Дәл осы сәтте оған студенттік кеңестің мүшесі Цуки Самурайджи келіп, оны жекпе-жекке шақырады. Юмико бұл сынақты қуана қабылдаудан тартынбайды. Риота Юмикоға алаңдаушылық білдіреді. Өйткені Цуки ешқашан карта ойынында жеңілген емес. Сонымен қатар, Цуки қайырымдылық рейтингінде бірінші орында тұр. Ол айтарлықтай қайырымдылықтың арқасында бірінші курста студенттік кеңесте өз орнын қамтамасыз етті. Оның артықшылықтарынан басқа, ол әйгілі ойыншықтар шығаратын компанияның бас директорының қызы. Бұл оны өте бай етеді. Юмико Ацукидің күшті жақтарын білсе де, ол шегінуден бас тартады. Содан кейін Ацуки Юмиконы қос концентрация деп аталатын ойынмен таныстырады. Ойыншылар сандарды сәйкестендіретін әдеттегі концентрациядан айырмашылығы, қос концентрация сандарды да, костюмдерді де сәйкестендіруді талап етеді. Барлығы 104 карта бар. Олардың әрқайсысында бір ғана сәйкес жұп бар. Юмиконың Мериге қарсы ойнау арқылы 10 миллион иен жинағанын білген Ицуки кеңес шығарған чиптерді енгізу арқылы ойынды қызықтырақ етуді ұсынады. Ойында барлығы 20 чип бар. Олардың әрқайсысының құны 1 миллион иен. Цуки алдағы ойынға ставкаларды 20 миллион иенге дейін көтеретінін айтады. Юмикодан ставканы 2 есеге арттыруға дайынсыз ба деп сұрағанда, ол қолында 20 миллион иен жоқ екенін мойындады. Цуки оған ақшаны пайызсыз қарызға беруді ұсынады. Юмико ынтамен қабылдайды. Қиындықты қабылдап, соманы 20 миллион иенге дейін арттырады. Пета Юмиконы бұл қауіпті қадамнан сақтандыруға тырысады. Бірақ ол оған демалуға және адамдарға сенуге кеңес береді. Ойын басталғалы жатыр. Ал Ицуки үстелге 104 картаны біркелкі қояды. Бастамас бұрын, ол өз компаниясының өнімдерін, соның ішінде өзі пайдаланатын карталар палубасын жарнамалау мүмкіндігін пайдаланады. Ойыншылар сәйкес жұптарды табу үшін карталарды кезекпен аударады. Ацуки де Юмикоды ашқан карталарының орнын жылдам есте сақтау арқылы әсерлі есте сақтау дағдыларын көрсетеді. Бұл оларға жұптарды тиімді сәйкестендіруге көмектеседі. Бастапқыда Юмико 4 ұпайлық ойында көш бастап тұр. Бірақ Цуки бір айналымда ойнап, қалған карталарды сәйкестендіріп, оның жеңісін қамтамасыз етеді. Цуки қуанады. Ал Пета Юмиконың қандай қиындыққа тап болғанын түсініп, үмітін үзеді. Жеңілгеннен кейін Юмико Ацукимен реванш өткізуді талап етеді. 20 миллион иен төлей алмаған соң, ол оларды басқа ойында қайтарып алуға үміттенеді. Дегенмен, Ицуки өзінің тырнақ өнері топтамасын көрсетіп, әрбір тырнақтың шынайы екенін мақтан тұтады. Оның айтуынша, егер Юмико реванш алғысы келсе,
ол өз тырнақтарын желіге қоюы керек. Барлығын таң қалдырғаны үшін Юмика Ицукидің 20 миллион иен ставкасына қарсы тырнақтарын қоюға батыл келіседі. Реванш төменгі қабаттағы аудиторияда өтіп жатқанда, студенттік кеңестің хатшысы Саяка екі қарсылас арасындағы шиеленісті ойынды тамашалап, жоғарыдан не болып жатқанын бақылап отыр. Екінші жағынан, Ицуки реваншқа қатты қуанады. Ол жеңіле алмайтынына сенімді. Ол бізге ойында өзінің алдау стратегиясын ашады. Ол карталардың жартысының орнын әлде қашан біледі. Олар бір қарағанда қарапайым болып көрінгенімен, бұл карталар құмар ойындарға арналған. Белгілі бір температураға ұшыраған кезде ерекше белгілер байқалады. Ицукидің жүксалғышында электр жылытқышы бар. Ол карталарды орналастырғаннан кейін 2-3 минутқа созылатын осы белгілерді анықтауға көмектеседі. Олар байқалмайды және із-түзсіз мүлдем жоғалып кетеді. Ицукиге бар болғаны олардың барлығын есте сақтау жеткілікті. Бұл оңай емес. Келесі матч басталмас бұрын Юмика Ицукимен бетпе-бет келіп, егер ол отбасының беделді бизнесіне қауіп төндіруге дайын болса, оның салдарына дайын болу керек екенін ескертеді. Бастапқыда Суки Юмиконың бірінші әрекетінде дұрыс жұпты тез тауып алғанша, Юмиконың қайда бара жатқанын түсінбейді. Ацукиге Юмиконың өзінің алаяқтық әдісін әшкерелегені және енді оның компаниясының алаяқтық карталарды шығаруға қатыстылығын әшкерелеймін деп қорқытқаны белгілі болды. Ықтимал заңды асқынулар және оның отбасының беделіне нұқсан келтіру Ацукиді қатты қорқытады. Өз көзіне өзі сенбей, Ицуки Юмиконың карталарды аударып жатқанын және көп күш жұмсамай ақ матчтар жасап жатқанын бақылайды. Ол мұны 54 картаға жеткенше жалғастырады. Осылайша өзінің жеңісін жариялайды. Жеңістен кейін Юмико бақытқа кенелгенде, ол жарылып кете жаздағанын сезеді. Оның батылдығы мен ессіздігі оны Ацукиге тағы бір партия ұсынуға мәжбүр етеді. Келесі матчта ол Ацукиге тырнақтарын қоюды ұсынады. Бұл ұсыныс Ицукиді шошытады. Юмико сөйлеп тұрғанда, оның көзінен қызыл жарық шығып, оның мінезінің тереңдігін меңзеп тұрғандай көрінеді. Бұл көзге көрінгеннен де асып түседі. Бұл Ицукиді өзегіне дейін сілкіндіреді. Кейінірек ол Юмикодан жеңілгені үшін студенттік кеңестің ауыр сынына ұшырайды. Оның жеңілісі кеңестің абыройын түсіріп, оның мүшелік құқығынан айырылуына келеді. Ицуки оларды үлкен қайырымдылық жасау арқылы сендіруге тырысады. Бірақ кеңес мүшелері одан бас тартып, әңгімені тәсермен тыныштандырып аяқтайды. Келесі күні Юмико Ретадан мектепті көрсетуін сұрайды. Экскурсия кезінде Рета дәстүрлі мәдениетті зерттеу клубы туралы айтады. Ол шын мәнінде жасырын ойын мекемесі болып табылады. Ол Юмиконы ол жаққа барудан бас тартуға тырысады. Бірақ ол құмар ойындарының осы жаңа мүмкіндігі туралы білуге деген қуанышын баса алмайды. Ол сыртта тұрғанда, клуб мүшесі оны қазіргі уақытта өтіп жатқан ресми матчты көруге шақырады. Юмико матчты көруге қуана келіседі. Олар ішке кіргенде, Рета Юмикоға ресми матчтың тұжырымдамасын түсіндіреді. Бұл матчтарда иттер мен мысықтар сияқты үй жануарларына, кез келген адамға, әсіресе кеңес мүшелеріне бәс тігуге шектеулер жоқ жерде қарсы тұруға рұқсат етіледі. Көптеген үй жануарлары бұл матчтарда тағдырларын өзгертудің соңғы шарасыз әрекеті ретінде қарастырады. Қазіргі ресми матчта студенттік кеңестің мүшесі Юрико Нишинотоин Мериге қарсы ойнайды. Бұл Меридің қарызын өтеуге және үй жануары болуды тоқтатуға жеткілікті ақша табудың соңғы мүмкіндігі. Олар ойнайтын ойында ставкалар жоғары және ол өмір немесе өлім деп аталады. Бұл ойында екі ойыншы да қанша чип қоятынын шешеді. Содан кейін ойын алаңына қылыш тәрізді 10 ойын бөлігі салынған шыны аяқ қойылады. Тақтаның өзінде нөмірленген 30 тесік бар. Ойыншылар қылыштардың қай тесіктерге түсетінін болжап, соған сәйкес өз үлестерін қосу керек. Кубок тігілгеннен кейін ойыншыларға қай сандарға бәс тігу керектігін таңдау үшін 10 секунд уақыт беріледі. Мақсат қылыштардың қай тесіктерге тиетінін болжау үшін қарсыласқа қарағанда дәлірек болу. Дегенмен, бұл ойында қызықты бұрылыс бар. Егер қылыш жоғары қаратылса, бұл өмірді білдіреді және жеңімпаз өзінің бастапқы ұсынысынан 30 есе көп алады. Егер қылыш төмен қаратылса, бұл өлімді білдіреді. Ал ойыншы өз ұсынысынан 30 есе көп ұтылады. Ал қарсыласы 30 есе көп фишкалар алады. Өмірді білдіретін сандарға қойылған кемелер жеңімпазға ұтысымен бірге қайтарылады. Өлімді білдіретін сандарға қойылған кемелер, сондай-ақ барлық жіберілген ставкалар жауға беріледі. Егер екі ойыншы да дұрыс болжамаса, олардың ешқайсысы чиптерді алмайды. Бір ойыншының жалпы ұпайы 0-ден төмен түссе, қарыздың жалпы сомасы жиынтықтағы айырмашылық негізінде есептеледі. Ойын дилердің ойын алаңына қылышпен толтырылған тостаған қоюынан басталады. Мери мен Юрико қылышты 10 секунд ішінде ұстайды деп ойлаған сандарға тез бәс тігеді. Дилер тостағанды көтерген бойда Мери бәс тіккен санға қылыш төмен қаратылғаны анықталды. Бұл өлімді білдіреді. Мери бұл санға 6 чип салып, 180 чипті жоғалтып алды. Бұл оның ставкасынан 30 есе көп. Өткізіп алған ставкаларды есепке алғаннан кейін Мери чиптерінің жалпы саны 148-ге дейін төмендейді. Ал Эврикада бұл көрсеткіш 348-ге дейін өседі.
Осылайша Меридің жалпы сомасы 49,6 миллион иенаны құрайды. Ол Юрикоға 10 миллион иендік қарызынан құтыламын деген үмітпен қарсы шықты, бірақ оның орнына ол ешқашан қайтара алмайтын қарызға белшесінен батты. Юрико көзін жұмып, қанағаттанарлықтай жымиды. Ал Мери оған сенімсіздікпен қарап, үнсіз қалды және оқиғалардың күтпеген бұрылысынан қатты күйзелді. Содан кейін Юрико Юмиконы жекпе-жекке шақырады. Оны Юмико қуана қабылдайды. Юмико ойынға 40 миллион иен қояды. Бұл Юриконы осындай жоғары ставкалар үшін 1 миллион иендік чиптерді пайдалануды ұсынуға итермелейді. Ойын дилердің тақтаға қылышпен толтырылған тостағанды қоюынан басталады. Юмико чиптерін сандар бойынша асығыс орналастырудың орнына стратегия жасау үшін кідіртеді. Ол тостағанның шетінде сәл кеңірек екенін байқайды. Бұл қылыштардың тақтаның ортасындағы кішірек сандарға соғу ықтималдығы жоғары екенін көрсетеді. Осы бақылауға сүйене отырып, ол осы орталық сандарға бәс тігуді шешеді. Дилер тостағанды көтергенде, қылыштар Юмико чиптерін салған жерде емес, сыртқы тесіктерде екені белгілі болды. Бұл жолы Юмиконың болжамы дұрыс емес болып шықты, бірақ оның бақытына орай Юрико да дұрыс сандарды қоймады. Юмиконың қате болжамына қарамастан, ол бірде-бір чипті жоғалтқан жоқ. Өйткені ойыншылардың ешқайсысы дұрыс нәтижені болжаған жоқ. Раунд аяқталғаннан кейін Пета Юмикоға ойыннан шығу туралы ойлануға кеңес береді. Дегенмен, Юрико ойыншылардың ешқайсысы чиптерінің сомасы 0-ден төмен түспейінше ойыннан шыға алмайтынын айтады. Содан кейін Юмико Юриконы ашық сынайды, оны алаяқ деп атайды және оның мұндай жалған тактикаға жүгінгеніне көңілі қалғанын білдіреді. Ол Юмиконы онсыз да шарасыз Мериге қарсы шыққаны үшін шақырады. Ол өзінің дәрменсіздігі мен шарасыз күйінен ләззат алу үшін Меридің сәтсіздікке ұшырағанын көргісі келді. Юмико Юриконы қорлауды жалғастыра бергенде, клуб мүшелері оны қоршап алып, көшбасшысының оны қуып жіберу туралы белгісін күтті. Юрико сабыр сақтап, Юмикодан кек алуды шешеді. Оны ойында батыл жеңеді. Ойын басталып, дилер кубокты ойын алаңына қояды. Юрико чиптерін таңдаған нөмірлеріне тез қояды. Бірақ Юмико екіленеді. Оған бір ғана екінші чип қалғанда, Юмико барлық 40 чипті 24-ші нөмірге қойып, барлығын таң қалдырады. Бұл қадам Юриконың ойында алдап жүргеніне сенімді екенін көрсетеді. Дилердің оң қолының артқы жағында пирсинг бар, ал Юрико клубтың барлық мүшелерін пирсингке мәжбүрледі деп күдіктенеді. Сондықтан ол ойнай алады, қарсыластарын алдай алады. Юмиконың айтуынша, қылыштардың біріне магнит орнатылған. Қолының артқы жағындағы магниттік сақинаның арқасында сатушы қылыштың құлап кетуіне жол бермейді. Ол полицейді аударып жібергеннен кейін, ол қолын полицейдің бүйірінен өткізіп, қылышын қалаған нөмірінің жанына байқамай түсіре алады. Юмико қулықты түсіндіріп жатқанда, Юрико оның алдында аң-таң болып, естігеніне сене алмай отыр. Дәл сол кезде Юмико егер оның теориясы дұрыс болса, Юрико оған 2,17 миллиард иен қарыз екенін айтады. Мұны естіген Юрико дүрбелеңге түседі, өйткені оның ақшасы онша көп емес. Егер ол басқалардан қарыз алса да, студенттік кеңеске қайырымдылық жасауға қаражаты жетпейді. Бұл оның жағдайына қауіп төндіреді. Болашағы бұлыңғыр болғандықтан, ол Юмикомен келісім жасасуға бел буады. Алайда ол мұны істей алмай тұрып, студенттер кеңесінің вице-президенті мен президенттің хатшысы бөлмеге кіріп, келіссөздер болмайтынын нығайтады. Кетер алдында вице-президент Юриконы бәрі жақсы болады деп сендіріп, дилерге полиция қызметкерін алып кетуді бұйырады. Нұсқауларды орындай отырып, дилер кубокты көтеріп, нәтижелерін жариялайды. Өлім 10-шы орында, ал өмір 7-ші орында. Юриконы таң қалдырғаны 24-ші күні. Ол жоспарлағандай ештеңе құлаған жоқ. Юмико нәтижеден көңілі қалған кезде Юрико қуанышын баса алмайды. Өйткені ол кездейсоқ таңдаған 7 санының өмір қылышы бар. Юрико 7 санына 5 чип қойғандықтан, оның жалпы сомасы 195 чипке жетеді. Ал Юмиконың жалпы сомасы 115, яғни ол Юрикоға барлығы 31 миллион иен қарыз. Юмико Юриконың студенттік кеңестегі одақтастарынан көмек алғанына сенімді болды. Бірақ вице-президент Котенконы лақтырып жатқанда үндемеді. Юмикоға арналған алқа оның қазір отбасылық үй жануары болып саналатынының белгісі болды. Юмико ғимараттан шығып бара жатқанда, ол ойын өтіп жатқан бөлменің дәл астында орналасқан бөлмеге кіреді. Онда ол Ретаға баяғыда сүйек ойынында қолданылған борсық трюкін айтып береді. Олар еденге кішкене тесік жасап, оны жасыру үшін шүберекпен жауып тастайтын. Матаның астына тығылған сыбайласы серіктесінің нұсқауы бойынша қажетті нәтижеге жету үшін сүйек сандарын бақылап, оларды инемен өңдеген. Юмико мектеп кеңесі Юрикоға көмектесу үшін дәл осындай трюкті қолданды деп күдіктенеді. Оның пайымдауынша, олар магнитті қылыштың 24 қабатқа қонуына әсер етіп, оның бағытын өзгертуге мәжбүр етті. Юмико президенттің төбеде тесік жасағанына немесе мұндай мақсаттарға орын дайындап қойғанына сенімді емес. Бірақ ол нәтижені Юриконың пайдасына өзгерту үшін бірдеңе жасалғанын біледі. Таңдалған нөмір студенттік кеңес пен президентке ашуланудың орнына Юмико толқып, одан сайын толқып кетеді. Президенттің айлакерлігі мен шеберлігіне тәнті болған ол оны дуэльге шақыруды ұйғарады. Кейінірек Юмико сыныпқа қайтып келгенде,
оның үстелінің қоқысқа толып кеткенін көреді. Бір кездері оның сұлулығы мен ақылдылығына тәнті болған қыздар қазір оны студенттік кеңестің мысығынан басқа ештеңе емес деп санайды. Олар оны мазақ етіп, кемсітеді. Бірақ Юмико сабырлы болып қалады. Ол еденде отырып, қыздарды қорқытатын ашулы мысық сияқты әрекет етеді. Осы уақытта президент, Саяктың хатшысы мен студенттік кеңестің мүшесі Кейт жақында өткен матчты талқылады. Студенттік кеңес Ерихонға ойында жеңіске жетуге көмектескені белгілі болды. Кейт өзінің кеңесшілеріне Юмико сияқты жаңадан келген ойыншыдан жеңілгені үшін ашуланды. Кеңестің тағы бір мүшесі Мидари Кейтке, егер ол қатты ашуланса, Юмиконы өзіне қарсы қоюды ұсынады. Кейт Юмикоға қарсы шығудан бас тартқан кезде, Мидари өз еркімен Юмиконың өзіне қарсы шықты. Мидори туралы бір нәрсе алаңдатады. Ол револьвер ұстайды, көзіне патч тағып, түрмеге ұқсайтын бөлмеде тұрады. Саяка Мидаридің өтінішін қабылдамайды. Бәлкім, оның күтпеген табиғатын түсінеді. Бас тартуды естіген Мидари револьверінің триггерін импульсивті түрде тартып, Саяканы азапқа салады. Бақытымызға орай, цилиндр бос, бұл Саяканы қиындықтан құтқарады. Екінші жағынан, Юмиконы Джун есімді студент мазақ етеді. Ол оған шешінуді бұйырады. Бірақ Юмико оның түріне жатпайтынын айтып, бас тартады. Маусым айында оған бағынбағаны үшін ренжігенше, Пета сол жерге келіп, вице-президент осында келе жатыр деп айқайлап жатыр. Оның Юмикоға көмектесу стратегиясы Джун вице-президенттен қорқып, досымен бірге бұл аймақтан кетіп бара жатқанда жұмыс істейді. Бұзақылар кеткеннен кейін, Риота Юмикоға құмар ойындарға жұмсап, үй жануарларына арналған баспанадан шығу үшін, ақша табу үшін біраз ақша береді. Юмико студенттік кеңестен қарызын өтеудің бір жолы болып табылатын тағы бір нәрсе алғанын айтып, ақшаны қабылдаудан бас тартады. Студенттік кеңес оған өмірлік жоспар бергені белгілі болды, және олар Юмико үйленгенде кіммен кездесетінін және оның бірінші баласы қашан болатынын айтты. Оның өмірін басқарғаны үшін студенттік кеңеске ашуланудың орнына Юмико оқиғалардың қызықты өзгеруіне қуанады. Келесі күні студенттік кеңес ит пен мысық мәртебесінен арылғысы келетіндер үшін қарызды өтеу жиналысын жариялайды. Пета Мари мен Юмикоға бұл мүмкіндік туралы хабарлайды және оларды қарыздарын өтеу үшін осы мүмкіндікті пайдалануға шақырады. Сол күні түстен кейін көптеген студенттер қарызды өтеу жиналысына қатысады. Онда Саяка олар ойнайтын ойынды, қарызды өтеу ойынын түсіндіреді. Әр топ 4 ойыншыдан тұрады. 4 ойыншының қарызы олардың рейтингіне қарай бөлінеді. Бірінші орын алған адам ең аз қарызы бар адамның қарызын алады. Ең аз қарызы бар адам ешқандай пайда көрмейтін сияқты көрінгенімен, олай емес. Егер бұл адам ойында жеңіске жетсе, оның қарызы толығымен өтеледі. Ол ойнайтын ойын екі карталы үнді покері. Бұл ойында ашық карталары жоқ, стандартты карталар палубасы пайдаланылады. Біріншіден, дилер 4 ойыншының әрқайсысына бір картадан береді. Ойыншы бұл картаны басқаларға көрсетпей ақ тексере алады. Содан кейін дилер екінші картаны береді. Оны ойыншылар тексермей ақ маңдайына ұстауы керек. Қалған 3 ойыншы бұл картаны көре алады. Әрбір мәміле бір жеке картадан және бір ашық картадан тұрады. Ең күшті мәміле бұл жұп, одан кейін костюм комбинациясы, ал ең әлсізі сәйкес нөмірсіз немесе костюмсіз лақтыру. Егер екі мәміле бір типті болса, жоғары сомадағы қол жеңеді. Әр ойыншының белгілі бір түсті 10 чипі болады, және әрбір чиптің құны сол ойыншының мәлімделген қарыз сомасының 10% құрайды. Мысалы, егер ойыншының қарызы 100 миллион иен болса, онда әрбір чиптің құны 10 миллион иен болады. Меридің жағдайында оның әрбір чипінің құны 5 миллион иен болады. Ал Юмиконың чиптерінің құны 31 миллион иен болады. Ойын басталар алдында ойыншылар несие берушінің аты жөні мен қарыз сомасын көрсете отырып, қарызды өтеу туралы өтінішті толтырады. Содан кейін студенттік кеңес несие берушілерге олардың атынан көрсетілген соманы төлейді. Өтініш бергеннен кейін ойыншылар чиптерінің құнын көрсететін тақта алады. Олар ойнап жатқанда сол тақтаны көрсету керек. Студенттік кеңес ешқандай көмек немесе кеңес бермейді. Соның ішінде алаяқтық фактілері бойынша нұсқауларды тыңдағаннан кейін Мери Юмикомен жұптаспайтынына үміттенеді. Оның көңілін қалдырғаны үшін Саяка оны Юмикомен жұптастырады. Ол оны құмар ойынында жоғалтқаннан кейін менсінбейді. Мериден айырмашылығы, Юмико Меридің оның серіктесі болғанына қатты қуанды. Жақында Юмико мен Мери конференц-залда басқа командаға қосылады. Қарсылас команда бұзақы Джун мен оның үй жануары Нанамиден тұрады. Өзінің табиғатына сай, маусым бөлмедегі барлық үй жануарларын жануарлар деп атай бастайды. Ол олардың сасық мысықтар екенін және оларға соған сәйкес қарау керектігін айтады. Маусым отбасылық үй жануарлары болмаса да, ол бұл ойынды ойнайды, өйткені ол сыртқы қарыздарын төлеу керек. Өзінің қабілеттеріне сенімді бола отырып, оны көп ақша табудың тамаша мүмкіндігі деп санайды. Мери үнемі қорлық көргендіктен ашуын басуға тырысады, бірақ Юмико оны тыныштандырады. Бұл уақытта Пета сұйық кристалды экранда ойынды тамашалап, ставкалардың қаншалықты жоғары екендігі туралы ойланады. Юмиконың чиптерінің әрқайсысы 31 миллион иен тұрады. Ол 5 миллионға
Нанами 2 миллионға, Джун 1 миллионға үйленеді. Ойын 10 айналымнан тұрады. Әр айналымның басында ойыншылар өздерінің чиптерінің бірін қоюы керек. Бір айналымға қоюға болатын чиптердің ең көп саны 5. Ойынның соңында чиптердің жалпы саны ең көп болатын ойыншы жеңеді. Бірінші айналым басталып, барлық ойыншылар бір уақытта бір чипті қояды. Дилер, Саяка, карталарды тапсырады, ал ставкалар жалғасады. Юмико өз чиптерінің қымбаттығын білсе де, ол бүктелудің орнына басқасын қояды. Джун өзінің шеберлігіне сенімді және Юмиконың көтерілуге шешім қабылдағанына қуанышты. Егер ол осы раундта жеңіске жетсе, ол Юмиконың құны 31 миллион иен болатын екі чипті алатынына сенеді. Бұл оған бүкіл ойында жеңіске жетуді жеңілдетеді. Бәстігі раунды аяқталғаннан кейін ойыншылар өздерінің екінші карталарын көрсетеді. Ең жақсы покер комбинациясы бар. Джун барлық чиптерді, соның ішінде Юмиконың 62 миллион иендік чиптерін алып, жеңіске жетеді. Екінші айналым басталады. Ал маусым өзінің 4 чипімен ставканы көтереді. Ол тағы да раундта жеңіске жетеді. Пета Джонның қарсыластарына жасаған адамгершілікке жатпайтын сөздеріне барған сайын ренжи бастады. Үшінші кезек басталады. Ал Юмико бұл жолы жақсы карталары бар екенін жариялап, чипін қояды. Бұған жауап ретінде Джун өзінің 2 чипін көтереді. Ал Нанами мен Мери бүктеуді шешеді. Юмико өзінің 31 миллион иендік 3 чипінің бағасын көтеріп, барлығын таңғалдырады. Ставкалар жасалғаннан кейін ойыншылар карталарын тексереді. Бақытымызға орай, Юмикода дұрыс костюм бар. Ең көне комбинациямен ол айналымда жеңіске жетеді. Төртінші айналым Меридің 4 чипімен ставканы көтеруінен басталады. Джун бірдеңе дұрыс емес деп күдіктеніп, оны және Юмиконы сөз байласты деп айыптап, Юмиконың бұрын жақсы карталары бар деп мәлімдегенін есіне алды. Юмико оның карталарының біреуін ғана көргендіктен, Джун оның екінші картасы туралы білуге көмектесті деп күдіктенеді. Ол Юмиконың чиптерді тапсыруда жақсырақ екеніне сенеді. Өйткені ол оның жақсы комбинациясы бар екенін білді. Енді Джун Мериді де солай істеп жатыр деп ойлайды. Меридің қолының мықты екеніне сенімді болған Джун ұтыстарын шектеуге үміттеніп, бүктеуді шешеді. Барлығы көтерілгенде Мери қолының күшіне қарамастан кастрюльді ұтып алады. Жеңісін жариялағаннан кейін ол қоқыс болып шыққан қолын ашады. Мери өзінің жетістігін тойлайды. Ал Джун алданып қалғаны үшін ашуын басуға тырысады. Бесінші қадам маусымның өз чиптерінің бірін қоюынан басталады. Нанами ставкасын теңестіруге тырысады. Бірақ Джун үрейленіп, оған бүктелу туралы белгі береді. Содан кейін Юмико маусымның 4 чипімен ставканы көтеріп, оның қолы мықты деп ойлады. Алайда ол Мери бұрын жасағандай блеф жасап жатқанына сенімді емес. Абдырап қалған ол оған қоңырау шалуды шешеді. Содан кейін Юмико бұрылыста жеңіске жетіп, өзінің костюм комбинациясын көрсетеді. 6-шы айналым басталады. Ал Мери Джунның 3 чипін қойып, оны тағы да шатастырады. Ол Нанамидің карталарына қарап, бүктеуді шешеді. Мери тағы да бұрылыста жеңіске жетті. Ал ол өзінің блеф шеберлігінің арқасында тағы да Джун Ханпен жеңіске жетті. 6-шы айналымнан кейін Мери мен Юмико маусымның ойында қалай алдағанын айтады. Олар Нанамидің карталарын маусымға костюм туралы түсінікті етіп орналастырғанын анықтады. Нанами шындық ашыла салысымен дүрбелеңге түседі. Өйткені маусым оны мұны істеуге мәжбүр етті. Бұл арада Джун өзінің алдауының беті ашылғаннан кейін ашуын баса алмайды. Бұл туралы дилерге хабарлаудың орнына Юмико Нанамиге алдаудың ең жақсы әдісін үйретеді. Серіктесінің қолын үстелдің астына қойып, картаны тартып алады. Юмико қарсыластарын алдады деп айыптамауды жөн көретіндіктен, Джун мен Нанами ойынды жалғастыра алады. 7 раунд басталады және олардың қандай жасырын картасы бар екенін бәрі білетіндіктен, ойын таза блеф шайқасына айналды. Юмико маусымның бір чипіне бәс тігеді, ал Мери оның артынан дәл сол ставканы қояды. Бұл айналымда Нанами жеңіске жетеді. Бірақ Юмико мен Мери оның блефін көріп, чиптерінен артық бермеуге тырысады. 7-ші айналымнан кейін Юмикода 148 миллион иен бар. Маусым 103 миллионнан 0-мен 2-ші орында, Мери 3-ші орында, ал Нанами соңғы орында. Джун бұл ойынды ойнау үшін қарызын өз мойнына алды. Егер ол ұтылса, онда миллион иеннен астам қарызы қалады. 8-ші айналым басталып, Мери маусымның чипін қояды. Джун өзінің көтерілуін көңілді чиппен шақырады. Бұл Мериге оның қолы онша күшті емес екенін білуге мүмкіндік береді. Егер ол солай етсе, онда ол өзінің Юмико чипін 31 миллион иенге бағалайтын еді. Өзінің сыни ойлауының арқасында Мери бұл қадамды қайтадан жеңіп алды. Бар болғаны 2 айналым қалды. Ал егер рейтинг қазіргідей болып қалса, маусым айында 50 миллион иен қарызы қалады. Үй жануары болудан қорыққан Джун Нанамиге келесі айналымда Юмикодан чип ұтып алу үшін қысым жасайды. Ол жеңетініне сенімді. Егер ол Юмико чипін алса, бұл оның жағдайын жақсартады. Нанами оның нұсқауларын орындайды. Ал Джун қалаған Юмико чипін алу арқылы күшті қолмен қозғалысты жеңеді. Пета шарасыздықтан еденге құлап, жүйке ауруына шалдығады. 9-ші айналымда жеңіске жеткеннен кейін
Джунда қазір жалпы сомасы 1,55 миллион иен болатын 5 Юмико чипі бар. Джун тағы да қарсыластарын мақтан тұтады және қорлайды. Бірақ олардың сабырлы мінез-құлқына таң қалады. Оның ойынша, Юмико мен Мери ең жақсы комбинацияға бәс тігу арқылы бірінші орынға оңай көтеріле алады. Юмико чипті жақсырақ лақтырып, Меридің жеңуіне мүмкіндік береді, немесе керісінше. 10-шы айналым басталғанда, Джун Нанамидің шынымен де өте күшті комбинациясы бар екенін біледі. Ол жеңіл демалады. Нанамидің жеңісі сенімді, бірақ ол қанша чипке ие болса да, ол бірінші орын үшін күресте маусымнан асып түсе алмайды. Джунды таң қалдырғаны, Юмико мен Мери Нанамиді жеңу үшін 31 миллион иен тұратын Юмико чиптерін қойды. Егер ставкада барлығы 5 Юмико чипі болса, жеңімпаз 172 миллион алады. Иен, бұл Нанамидің мықты қолымен маусымнан озып, бірінші орынға ие болатынын білдіреді. Басқа амалы қалмаған Джун Нанамиді бүктелемін деп қорқытады. Дегенмен, Юмико Нанамиге араласып, оны қорғайды. Бұл оны барлық қатыгез қарым-қатынастары үшін маусымнан кек алуға итермелейді. Юмиконың сөздері Нанамидің жан дүниесінде резонанс тудырып, оған маусымның оған қалай қатыгездік көрсеткенін, соның ішінде шашын қырқып, азаптаудың әртүрлі түрлеріне ұшырағанын еске салады. Нанами ақыры шешімін өзгертіп, Мери сәулелеріне қоңырау шалады. Ашуланған Джун Нанамиге шабуыл жасамақ болады. Бірақ Саяка оған зорлық, зомбылыққа тыйым салынғанын еске салып, араласады. Бәс тігуді аяқтағаннан кейін Нанами күшті комбинациясы бар банкты ұтып алады. Содан кейін Саяка соңғы нәтижелерді жариялайды. Мери 165 миллион иенмен бірінші орында, Нанами екінші орында, Юмико үшінші орында, ал Джун 53 миллион иенмен төртінші орында. Жалпы құны 11 миллион иен тұратын 5 Юмико чипсі бар екенін айтып, түсініктеме сұраған Джун үшін нәтиже таң қалдырды. Юмико мен Мери өздерінің алдауын ашпас бұрын маусымның абдырап қалғанына біраз уақыт күледі. Олар ойында жеңіске жету үшін қалай алдағандарын түсіндіреді. Олар чиптерінің номиналдарын алдын ала ауыстырғаны белгілі болды. Бір Юмико чипі шын мәнінде 5 миллион иен, ал бір Мери чипі 31 миллион иен тұрады. Алаяқтар жазаланбайды деген ережені пайдаланып, олар ойын басталмай тұрып ақ алдай бастады. Олар қарыздарын өтеу туралы декларацияларын қолдан жасаған. Мери 31 миллион иен қарызын талап етті. Бұл Юмиконың нақты қарызы болды. Ал Юмико Мериге тиесілі 50 миллион иен қарызын талап етті. Бұл менің қарызым. Сонымен қатар, олар төлемдерін ауыстырды. Бұл Джунның чиптерінің құнын дұрыс анықтай алмауына себеп болды. Сакия Меридің чиптері Юмикоға қарағанда қымбатырақ екенін ескере отырып, қарызды есептеу кезінде алынған ақпарат негізінде чиптердің құнын есептеді. Бұл жаңалық Джун әрқайсысы 31 миллион иен тұрады деп есептеген чиптердің әрқайсысы 5 миллион иенге бағаланғанын білдіреді. Мұны түсінген Джун қарсыластарының әрекеті ережелерге қайшы келеді деп қатты наразылық білдірді. Сакая ойыншылардан тақталарын алдарында ұстауды талап ететін ереже болмағанын түсіндіреді. Ол Мериді жеңімпаз деп жариялады. Бұл маусымның ашуын одан сайын арттырды. Ол Мериге шабуыл жасамақшы болды. Бірақ Саяка тез арада араша түсіп, оны мылтықпен тыныштандырды. Маусымның қазір 31 миллион иен қарызы бар болғандықтан, ол қарызын өтей алмайынша ит мәртебесіне дейін төмендетілді. Мери ретаға қарызы бар екенін айтқаннан кейін, студенттік кеңес оның қарызын өз мойнына алып, ақшасын қайтарып берді. Оның 50 миллион иендік қарызын өтегеніне қарамастан, Мериде әлі де студенттік кеңестен алған 31 миллион иеннің қомақты сомасы бар. Екінші жағынан, Юмико өзінің 31 миллион иендік қарызын сақтайды. Бірақ Мериден ақшаны қабылдамауды шешеді. Ол әлі де қарызы бар және өмірлік жоспарынан бас тартқан жоқ. Бұл жаңалық барлығына Юмиконың студенттік кеңестің президентіне қарсы ресми матч өткізетінін түсінді. Бұл жоспарды кейіттен естігеннен кейін, Мидари камера тәрізді бөлмесінен жүгіріп шығып, президентті талап етіп, президент тек өзіне ғана тиесілі екенін және басқа ешкім оған қарсы тұра алмайтынын айтты. Осы мәлімдемеден кейін ол Юмиконың жоспарларын бұзу стратегиясын жасау үшін бөлмесіне оралады. Студенттік кеңестегі хаос пен шатасудың ортасында президент әлі де жоқ. Бұл Китонға өз орнын бақылауға алуға мүмкіндік береді. Ол Юмико мектепке барғалы бері студенттік кеңесте хаос болды деп ойлайды. Ол президентке басшылық жетіспейді деп санайды және Юмиконы алып тастап, президенттікке кірісу арқылы кеңесті құтқару керек деп санайды. Мидаридің Юмикомен бетпе-бет келуге деген қатты ықыласын білген Кит Мидариді өз мақсаттарына жету үшін айла шарғы жасайды. Мидариға оның сол көзінен айырған президенттен жеке кек алуы әсер етеді. Абаттандыру комитетінің басшысы ретінде Мидари Юмиконы ұстап алып, оның қолына кісен салу үшін қол астындағы адамдарын жұмылдырады. Мидаридің Юмикоға қарсы шығуға рұқсат алғанын білген Сакая ренжіді. Бұл арада жалғасып жатқан дүрбелең кезінде президент еш жерде көрінбейді. Рета араласуға тырысқанда, Мидаридің көмекшілері оны құлатып, Юмикомен бірге тозығы жеткен қоймаға апарады. Сол жерде Мидари Юмикомен бетпе-бет келіп,
президентті ресми жекпе-жекке шақыруға батылы барғаны үшін оны жазалағысы келетінін түсіндіреді. Содан кейін Мидари құмар ойынын ойнауды ұсынады. Юмико президентке қарсы шықпас бұрын алдымен онымен жекпе-жекте кездесу керек. Таңқаларлық емес, Юмико бұл сынақты еш ойланбастан қабылдайды. Олар психикалық ойын ойнайды. Қондырғыға 2 бөлме кіреді. Ойын бөлмесі және бақылау бөлмесі тек камералар мен мониторлар арқылы қосылған. Ойын осылай жұмыс істейді. Бірінші, дилер карталар жинағын өзіне ұнайтын ретпен орналастырады. Содан кейін әрбір ойыншы өз карталарының жинағын өз мүмкіндіктеріне қарай дилерлермен бірдей ретпен орналастырады. Осыдан кейін барлығы 2 қатысушы бір уақытта карталарын ашады. Дилер белгілеген тәртіпке барынша сәйкес келетін ойыншы раундта жеңіске жетеді. Дұрыс орналастырылған карталар санындағы айырмашылық әрбір ойыншының қанша ұпай жинайтынын анықтайды. Ойын жеңімпазы ұтып алған әрбір ұпай үшін триггерді бір рет басу мүмкіндігіне ие болады. Дилер карталарды орналастырғаннан кейін әр ойыншы мылтықты алып, оған қанша оқ таңдаса, сонша оқ тиіп, барабанды айналдырады. Карталар ашылғаннан кейін жеңімпаз қораптан тапаншаны таңдап, оны триггерді тарту арқылы жеңілген адамға бағыттау артықшылығына ие болады. Олар жинаған әрбір ұпай. Алдымен Пета бұл пневматикалық тапаншалар деп ойлады. Бірақ Мидари бұл болжамды оған оқ ату арқылы жоққа шығарды. Оқ нысанаға тиіп кете жаздады. Қабырғаға қадалып, Ретаны қатты қорқытты. Юмико Мидаридің шақыруын 3 шарт бойынша қабылдауға келіседі. Біріншіден, Пета дилер ретінде әрекет етеді. Екіншіден, жеңілген адам жеңімпазға 1 миллиард иен төлеу керек. Үшіншіден, олар ең көбі 3 раунд ойнайды. Мидари Юмико қойған алғашқы 2 шартпен келіседі. Дегенмен, ол біреудің зардап шегуін қамтамасыз ету үшін жаңа ереже қосты. Егер ойыншы жіберіп алса, оның қарсыласы кері соққы беруі мүмкін. Юмико осы қосымша ережелермен келіседі және ойын басталады. Ретаны бақылау бөлмесіне апарар алдында Юмико оның қолынан ұстап, жеңіске жету үшін қол белгісін беру керек екенін жұмбақ түрде айтады. Пета түсінетін кейіп танытады. Бірақ бақылау бөлмесінде жалғыз қалған бойда ол абдырап қалады. Ол Юмиконың қол сигналдарын берудің болжамды стратегиясы туралы түсінігі жоқ екенін түсінеді. Юмиконың стратегиясын мұқият ойластырғаннан кейін Риота Мидриді алдап, оқ-дәрілерді тиемеуге ниетті екенін түсінеді. Юмико Мидриді олардың жеңіске жету стратегиясы бар деп сендіру үшін ғана қол сигналына сілтеме жасады. Егер Мидри жеңілісті болжаса, ол тапаншасын тиеуге батылы бармайды. Ойынның басында Риота Мидариді адастыру үшін кездейсоқ Юмикоға белгі береді. Ол карталарды орналастыруды жалғастырып, ойыншыларға оларды сәйкесінше реттеуге мүмкіндік береді. Дилердің карталары ашылғаннан кейін әр ойыншы өз карталарын кезекпен аударады. Бір раундта Мидари 3 картаны дилер көрсеткен ретпен дұрыс сәйкестендіреді. Ал Юмико 2 картаны сәйкестендіреді. Олардың дұрыс болжамдарындағы айырмашылық Мидариге 1 ұпай береді. Бұл оған Юмикоға 1 соққы беру құқығын береді. Мидари қорапқа қолын созып, оқ тиелген тимегенін білмей мылтықты суырып алады. Ретаның үрейіне орай, ол барлық 6 оқты барабанға салғанын біледі. Демек, егер ол мылтығын алса, Юмико міндетті түрде жарақат алады. Ол револьверді Юмикоға бағыттаған кезде, Юмико оған триггерді тартпауды ескертеді. Өйткені, оның қолындағы мылтық оған тиесілі емес. Юмико мылтығының тұмсығын ерін далабымен белгіледі. Содан кейін ол өзінің тапаншасына 3 оқ тиегенін және оқпанды ерін далабымен толтырғанын айтты. Ол мылтық атылған кезде мылтықтан жоғары қысымды газ пайда болатынын, бұл оқпанның жарылуына әкелу мүмкін екенін түсіндірді. Юмиконың ескертуіне қарамастан, Мидари триггерді тартып, өзінің қауіпсіздігі мен құмар ойындарына немқұрайлы қарайтынын көрсетті. Дәл осы сәтте Юмико бөшкенің ішіндегі ерін далабынан жарылып кетпейтінін және оның өтірік айтқанын айтады. Мидари өзінің құмар ойындарында қандай шектен шыққаны туралы, соның ішінде президентке 300 миллион иен қарызынан сол көзінен айырылғаны туралы айта бастайды. Мидаридің ең қорқыныштысы ол көзін тесіп алған. Мидари үшін құмар ойындар тәуекелге бару және оның зардаптарынан қорықпай толқуды іздеу болып табылады. Ол құмар ойындарға деген құштарлығын арттырғанша, басқалардың азабына төзуге дайын. Мидари туралы осы алаңдатарлық шындықтарды ашқанына қарамастан, Юмико оған ойынның міндетті түрде тең аяқталатынын болжап ескертеді. Мидари ашуланады, өйткені ол Юмиконың бұрынғы қорқынышын сезінуін қалайды. Алайда Юмико сабырлы түрде жауап береді. Ол Ретаға толық сенетінін және мүлде қорықпайтынын айтады. Бұл жауап Ретаны дәрменсіз және көңілсіз сезінеді. Юмиконы қалай қолдау керектігін білмейді. 2 раунд басталады және Юмико барлық 5 картаны дұрыс анықтайды. Мидари 3 картаны дұрыс тапқандықтан, Юмико оны 2 рет ату керек. Мидари истерикамен күліп, атуға дайындалып жатыр. Юмико триггерді тартып жатыр. Ал Мидари оған оқ тигендей сенімді әрекет етеді. Бұл Ретаны қатты қорқытады. Револьвер шын мәнінде зарядсыздандырылды және осы уақыт ішінде ол Юмиконың револьвері болды. Юмико Мидариге тиелген 6 оқтың салмағы болмайды деп сеніп, жеңілірек тапаншаны мұқият таңдады. Бұл айлакер стратегия Юмикоға Мидариді мүлде атпауға мүмкіндік берді. 3 раунд басталмас бұрын
Пета экранда Мидридің алдап жүргенін көрсететін бір түрлі нәрсені байқайды. Ол Юмикоға шындықты айтқысы келеді, бірақ оны Мидаридің көмекшілері тоқтатады. Сонымен қатар, Мидари оны Юмиконы атып тастаймын деп қорқытып, карталарды орналастырамын деп қорқытады. Басқа амалы жоқ. Пета бұл талапты орындайды, бірақ карталардың орналасуын алдыңғы раундтардағыдай етіп қалдыруды шешеді. Пета барлық карталарды аударып жатқанда, Юмико бірден Мидариді алдады деп айыптайды. Ол Петаның алғашқы 2 раундта карталарын салуында бірдеңе дұрыс емес екенін сезді. Ол оң қолы болғанына қарамастан сол қолын пайдаланды. Сонымен қатар, асимметриялық дизайны бар жалғыз вейв картасы басқаша көрінді. Басқа бейнелерде толқындар осы үшінші жиынтықпен салыстырғанда қарама-қарсы бағытта болды. Осы сәйкессіздікке байланысты, ол олардың көлденең төңкерілген айна бейнесі бар бейнені көріп жатқанын түсінді. Алайда бұл жолы Юмико Ретаның оң қолын пайдаланып жатқанын байқап, бейненің үшінші жиынтық үшін аударылмағанын көрсетті. Сондықтан бұл жолы көрсетілген карталардың реті өзгерген жоқ. Юмико Мидаридің айласын шешіп, жеңісін қамтамасыз ету үшін карталарын соған сәйкес орналастырды. Алғашында қобалжыған Мидари ақыры ешбір дилерге сәйкес келмейтін карталарын ашады. Енді Юмико уақытты дұрыс есептегендіктен, ол Мидариге 5 рет оқ атуы керек. Мылтықтарда бір немесе 2 оқ бар. Сондықтан Мидари кем дегенде 1 рет тиетіні сөзсіз. Бұл Юмико үшін жағдайды қиындатады. Ол ешкімге зиян келтірместен ойынды аяқтауға үміттенеді. Күтпеген жерден Юмико карталарын ашады. Мидариді таң қалдырғаны, олардың ешқайсысы дилердің жағдайына сәйкес келмейді. Юмико Мидаридің ешқашан жеңіске жетпейтінін әу бастан білген. Мидридің бар болғаны Юмиконың оны атып тастағанын қалады. Мұны түсінген Юмико Мидриді карталарды дұрыс орналастырмау үшін, алдау үшін револьверге 2 оқ тиеді. Мидри мұны әдейі жоғалтып, Юмиконы оны атуға итермелеу үшін жасаған болуы мүмкін. Алайда Юмико оның жоспарын шешіп, матчты тең нәтижемен аяқтап, жағдайды өзгертті. Юмико кетпекші болғанда, Мидари тізе бүгіп, одан триггерді тартуын өтінеді. Юмико қатал жүзімен Минари сияқты адамдарды бәрінен де жек көретінін айтады. Содан кейін ол бөлмеден шығып, Минариді ренжітті. Осы уақытта Кейт Мириге студенттік кеңестен орын ұсынады. Алғашында қызығушылық танытқан Мири кенеттен Кейттің мойнынан ұстап, оның ұсынысын қабылдамайды. Оның студенттік кеңеске деген ашуы оның өмірін бақылауға және өзінен әлдеқайда үлкен адамға тұрмысқа шығуға тырысуына